Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін өте ерекше, дәмді, сары түсті болып шығатын күріштің осылай әдісімен бөлісетін боламын. Ең алдымен күрішімізді жақсылап жуып, тазалап алып, үстінен біраз кішкене ғана тұзымызды, бір тіс теркадан өткен сарымсағымызды және индийский куркумамызды салып, күріштің барлығы осы куркумаға тиіп, осылай жақсылап араластырып алуымыз қажет. Тапамызға майымызды құйып, қыздырып, осы күрішімізді 3-4 минутқа жақсылап қозғау арқылы осылай қуыратын боламыз. Осылай қуырып алғаннан соң үстінен міндетті түрде қайнап тұрған суды құямыз. Суды күрішіміз батқанша құятын боламыз. Оны да жақсылап араластырып, бетін жауып, суы тартылғанша қайнататын боламыз. Осылай сары түсті болып келе жатыр. Осылай суы тартылғаннан соң бір-біріне жабысқамайды, осылай шашырап шығатын болады. Осыны тағы да жақсылап араластырып, газымызды кішкене төмендетіп, 5 минутқа бетін жауып бұқтыратын боламыз. Әртүрлі гарнирлердің қасына осылай дайындап көрсеңіздер болады. Өте дәмінің өзі ерекше болып шығады. Әрі сары түс өте дастарханда әдемі көрінетін болады. Достар, видеом ұнаса, лайк басып, пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Және каналыма тіркеліп кетіңіздер. Сізде дәл осылай дайындап көріңіздер. Ас болсын.